Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі видеода сіздерге сабақтарыңызға сәйкестендіріп көрнекілік жасау жолдарын көрсетемін. Мысалы, менде бүгін бауырсақ ертегісі. Бауырсақ ертегісіне көрнекілік жасау үшін мен интернеттен қажетті суреттерді жүктеп алдым. Ең алдымен PowerPoint бағдарламасына кіреміз. Вставкаға барып, рисункиді басамыз. Осы жерден өзіме қажетті орман суретін таңдап аламын. Оны мен интернеттен сақтап алдым. Осы толық бетті жабатындай қылып қойып аламыз. Енді бұл жерге түлкі мен бауырсақ керек. Оны қою үшін вставка, рисунки. Түлкіні таңдаймыз. Түлкіні фонсыз алдым мен. Фонсыз алу үшін интернетке PNG деп ағылшынша жазасыздар. Сол кезде фонсыз түрлері шығады. Міне түлкіні мына жолда кетіп бара жатқан қылып қояйық, мысалы. Осылай жолға тұрғызып қоямыз. Енді бауырсақты қоямыз. Вставкаға барамыз, рисунки. Енді бауырсақты таңдаймыз. Міне бауырсақ менде аппақ фонда шығып тұр. Бұл фонды удалить ету үшін форматты басамыз. Удалить фон. Өзімізге қажетті жерін таңдап аламыз. Бауырсақтың мысалы, бауырсақтың басының жартысы осылай фондан қалып қойып тұр. Оны осылай созып, өзімізге қажетті жерін белгілеп аламыз. Белгіледік. Енді сохранить изменение басамыз. Мінекей, бауырсақ фонсыз тұр. Өзіңізге қажетті өлшемде қойып аласыздар. Түлкіні кішкене үлкейтейік. Осылай қозғап қоюға болады. Мінекей, бізде бүгінгі сабағымызға балаларға арналған бауырсақ ертегісінің көрнекілігі дайын. Өте оңай. Видео ұнады деген ойдамын, және түсінікті болған шығар барлықтарыңызға. Түсінбей жатсаңыздар, сұрасаңыздар болады. Барлығына міндетті түрде жауап беремін.